Пеле, Эдсон Арантизду Насименту, бразилиялық футболшы, шабуылшы FIFA комиссиясының нұсқасы бойынша 20 ғасырдың ең үздік футболшысы. Халықаралық олимпиада комитетінің нұсқасы бойынша 20 ғасырдың ең үздік футболшысы. Time журналының нұсқасы бойынша әлемнің ең ықпалды 100 адамның бірі болып есептеледі. 1995-1998 жылдары Бразилияның спорт министрі қызметін атқарған. Оны футбол королі деп те атайды. Пеле 3 мәрте әлем чемпионы және 20 ғасырдың үздік футболшысы. Алаңдағы мансабын аяқтағаннан кейін Пеле комментатор, саясаткер, қоғам қайраткері, тіпті актер болған. Пеленің шеберлігінің құпиясы оның ғажайып табиғи қабілеттерінде және орасан зор еңбекқорлығында болған. Өзінің спорттық мансабының шыңында ол 100 метрлік қашықтықты 11 секундтан аз уақытта жүгіріп өткені белгілі. Ол көрсеткіштен тек кәсіби спринтер, жеңіл атлеттер ғана асып түскен. Зерттеулер Пеленің көру бұрышының кеңдігін растаған. Сол арқылы ол алаңдағы үнемі ауысып тұратын қозғалысты дереу бағалап, ұтымды шешім қабылдай алған. Сарапшылардың пікірінше, Пеленің айрықша ойын тәсілі футболдың мүмкіндіктері мен футболдың негізгі мәні туралы ұғымды мүлдем өзгерткен. 1961 жылы Маракана стадионындағы жалғыз өзі қарсылас команданы түгелдей артта қалдырып, соққы голы ғасыр голы деп аталған. Пеле 1281 ресми тіркелген гол соққан. Өзінің мерейтойлық 1000-шы голын Пеле 1969 жылдың 19 қарашасында соққан. Пеле өзінің «Мен Пелемін» атты өмірбаянды кітабын жазғанда көптеген сауатсыз бразилиялықтар атақты отандасының мемуарын оқу үшін арнайы сауатын ашқан.